саламатсыздар? Саламатсыздар. Бүгінгі біз сабағымызды күн нұры әдісі арқылы бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдірейік. Ортаға шақырам сендер. Ал ортаға жиналамыз. Ал балалар, күн нұры арқылы бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірейік. Якуб, мен саған күн нұрындай ашық күн тілеймін. Султан, мен саған алдыға қойған мақсаттарыңа қол жеткіз деймін. Камал, мен саған бақыт тілеймін. Мелиса, мен саған көп ақша тілеймін. Регина, мен саған жақсы оқу тілеймін. Мен саған байлық тілеймін. Тимур, мен саған бақыт және махаббат тілеймін. Сәке, мен саған махаббат тілеймін. Ясмина, мен саған асқақ арман талмас қана тілеймін. Біз жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өтілген сабақтарымызды пысықтап кетейік. Ал біз өтілген сабақтарымыз бойынша бірінші сұрағымыз Қадыр Мырзалы кім? Сан есімнің жасалу жолдары, Қадыр Мырзалының қандай шығармаларын атай аласың және сан есім түрлеріне мысал келтір. Ал кім шығады біз үй жұмысымыз бойынша? Бірінші пысықтау үшін табан ізі әдісі арқылы пысықтаймыз. Ал бастай ғой. Қадыр Мырзалы кім? Ақын, аудармашы, философ, жазушы, бірінші қазақ әнұранының авторы. Қазақстан әнұранының авторы. Жарайды, отыра қоямыз. Ал екінші сан есімнің жолдары бойынша кім жауап береді? Ал келе ғой. Есепті. Болжаудың, жинақтық, топтық. Топтық, жарайды. Ал бағалап қояйық. Үшінші сұрақ. Қадыр Мырзалының қандай шығармалары бар? Қай келе ғой. Аяз, ақын, балалар, сыр. Жарайды, жақсы. Бір жауап берді ғой, иә? Ал соңғы сұрағымыз сан есімдерге мысал келтіру үшін кім жауап береді? Сәкия келе ғой. Бес, алтыншы, төрт, 2001. 2001. Жарайды, дұрыс па? Өте жақсы. Сабағымыздың тақырыбын миға шабуыл арқылы анықтап алайық. Ал балалар, біз не көріп тұрмыз? Қадыр Мырзалы және қалай ойлайсыздар бүгінгі тақырыбымыздың тақырыбы? Аралы ойлаңыз. Өлеңі. Ал бүгінгі тақырыбымызды жазып аламыз. Қарашаның 16-сы Қадыр Мырзалы аралым өлеңі. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздерін қайталап шығайық. Ал бірге қайталаймыз. Бірінші сөзіміз айдын, айбын, тулау, шөгу, шөл, аралау. Ал біз бірінші сөзіміз, жаңа сөздеріміз бойынша сөз тіркестерін құрайық. Бірінші сөзге Регина. Айдын көл. Айдын көл, Дальше. Айбын таулар, жел тулау, айдын көл, айбын таулар, жел талау, шөгу судың, шөл дала и аралау өге. Аралауға көмектесіп жіберейік, Мұхамеджан. Дала аралау. Далалар аралау. Жарайды, жақсы балалар.
Ал біз ой төпкіге мынандай сұрақтар бердік. Сұрақтарды оқып жіберші. Камала оқып жібер сұрақтар. Қазақстанның экологиясы дегенде неліктен Арал теңізін айтамыз. Арал өңірінің экологиясы не себепті бүкіл ғаламды алаңдатып отыр. Ал біз осы сұрақтардың жауабын білуіміз үшін қазір біз бейне фильм көріп анықтайды екенбіз. Бейне материалды біз көріп болса, тақтада көрсетілген сұрақтарға жауап беріп өтейік. Ал бірінші сұрақты оқып, кім жауап береді? Бірінші сұрақ. Бейне материалда қандай жалпыланғандық мәселе көтеріледі? Қандай мәселе көтерілді? Арал теңізі суының татуылы шөлді мекенде айналуы. Айналуы, жарайды, шөлді мекенге айналуы. Екінші сұрақты, Мұхамеджан. Арал теңізінің шөл далаға айналуы себебі неде? Себебі сырдың суын жөнеккі әр мемлекет өзіне бұрып алып, нәтижесінде өте аз текше шақырылып су бөлініп отырды. Жарайды, бүгінгі Аралым өлеңін мәнерлеп оқып өтейік. Бірінші қатарды кім оқуға? Ал Салиха. Шалқыған теңіз, толқыған теңіз, көгілдір көк айдыным, биікте жүрген бұлттарды сүзген бұрынғы жоқ айбыным. Аққу арман күтемін алда, сағынып қанат қағама, толқына тулап. Арал сен туралы айтам ан, арал ақ айдын асанған, арал оралсыншы қайтадан, арал қараған жерге, қолға шерге, темірлік күн қарайды, көк дауыл шекен, кемерлер шекен, жағамды күн бұрайды. Аққу арман күтемін аудан, сағынып қанат қағамы, толқыны туап, шаға шуап, туармау жырғаға. Арау сен туралы айтамын, арау ақ айдыным асан, арау оралсыншы қайтадан, арау. Аралым өлеңі арқылы Қадыр Мырзалы не айтайын деді? Осы сұраққа кім жауап береді? Яқұп жауап береміз ба? Қадыр Мырзалы өзінің өлеңі арқылы Арал теңізінен айырылып бара жатқанын айтқысы келеді. Және ол Арал теңізін қайтып қалпына келтіру үшін не істеу керек екенін айтқысы келген еді. Жарайды, жақсы, отыра қоямыз. Бойынша жұмыс жасайды. Ал мәтінді беріп шығамыз сендерге. Осы мәтінді оқып, мәтінмен ары қарай тапсырма жүргіземіз. Арал өңірінің экологиясы. Арал қасірттерді республика аумағын асып, бүкіл планетаның бас ауырына айналып отыр. Оны соғықтыру Батудағы орталық Азиядағы 5 мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекистан және Түркменстанның президенті бірінші рет кездеседі. Мемлекет басшыларының шешімімен Арал бесіні қалпына келтіру жолбарына қолдау білдіру туралы шаралар айқындалды. Сырдың суын жол жөнекей әр мемлекет жарып алып, соның нәтижесін Арал теңізі бір кездері кемерін асып, тігілі ақан Сырдария өзінің жоранағы ғана жетіп жатты. Амур дария өзіне де дәл осындай күйде болды. Арал теңізде негізге судың әкеліп жатқан екі өзен жабыл. Ал балалар, осы мәтін бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топ жалпы адамзаттық мәселе, екінші топ себептерін, үшінші топ шешу жолдарын жазамыз. Ал топпен жұмыс жасап, ортаға шығып жауап беруге әрекет жасаймыз. Ал бастап. Дайын болса, топ басшыларды шақырайық. Топ басшылар келе қоямыз. Сұрағын жауап. Біздің топқа себептері айту берілген. Себептері суды өнімді пайдаланбау, суды өте көп қажет ететін құрыш, мақта дақылдарын барынша көбейтін жіберуі болады. Біздің топқа шешу жолдар берілді. Шешу жолдары жер асты суларын пайдалану арқылы Арал теңізінің өздігінен толып қайтып өзіне келуін күту. Жақсы. Ал балалар төртінші тапсырмаға өтейік. Төртінші тапсырмада берілген сурет арқылы әр топ өз сұрақтарын ойластырып,
айтады. Құрастырған сұрақтарыңызға монолог ретінде еркін және сенімді жеткізіп береміз. Ал бірінші топ сұрағымыз дайын болса, неге шөл далаға айналды? жарайды, арал неге шөл далаға айналды? Ал Арал теңізі бұрынғы әдемнің қайратын қайда? жарайды. Арнам қайда орнына келеді? Жарайды, сенің арнаң қайда орнына келеді? Сұрақты қойып болдық, енді біз монологты дайындалайық. Сіздерге 2 минут уақыт бердік. Мен Арал теңізімін. Қазіргі таңда менің көзден ғайып болып, апатты аймаққа айналып бара жатқаным ешкімді де бейжай қалдырмайтыны анық. Бір кездері ұзыннан ұзақ созылып жатқан арнам мақта өсіруге қажетті химикаттарға толы тұзды алқапқа айналды. Бұл өңірде туындап отырған қазіргі экологиялық апаттар салдарына жыл өткен сайын суым азайып барады. Менің мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Бұл ғаламдық мәселеге айналып отыр. Арал мәселесі туралы біршама шаралар ұйымдастырып, мәселені тұрақтандыру керек деп ойлаймын. Себебі, менің бір жола жойылып кетуім ортақ Азия мен Қазақстанды ғана емес, көптеген шығыс елдерінің тыныс тіршілігіне өзгерістер әкелмек. Мен сол баяғы балығы мен суы мол толқындары тебісіп ойнаған Арал теңізіне айналғым келеді. Жарайды, өте жақсы. Маған берілген сұрақ: Аралға қатысты қандай мәселелерді білесің? Ең басты мәселе Аралмен қатысты ол судың азаюы. Су азаюымен осы судың астындағы тұздар баршама жерлерге ұшып, барлық ауру түрлерін апарады. Шикізатты сатып алу танылардан қалдықты шығарудың қажеті жоқ. Электр қуатын беруі компанияларды дебеттік қамтамасыз етілген. Ластаушы қалдықтары жоқ. Маған берілген сұрақ: Аралға жасалып жатқан жұмыстардың кемшілігін атау керек. Оның кемшілігі мынадай: Арал теңізі бұрында ең үлкен теңіздердің бірі болып есептелетін еді. Сондықтан оған суды толтыру үшін өте үлкен су қажет. Ал басқа көлден суды алатын болсақ, басқа көлдің су бітіп қалуы мүмкін. Аралдың аралуы біріншіден экологияға тиімді болар еді. Қазір аралда тұздар ұшып тұр, сол қауіпті. Менің ойымша мемлекет жасап жатқанның бәрі көмектеспеуі мүмкін. Аралды қалпына келтіру үшін қыруар ақша, қаржы, жақсы жоспар керек. Бірақ соған қарамастан Арал теңізінің азда болса қалпына келу көп уақыт кетеді. Қорытындыру келе Арал көлі әлем үшін үлкен үлесі бар екенін білуге болады. Бүгінгі сабағымыз ұнаған немесе ұнамағанын қолдарына берілген стикер арқылы өз ойларыңды жазып, пікірлеріңді қалдыруға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар. Ал балалар, алған әсеріңізді.